Баршаңызға сәлем, құрметті тыңдарман. Менің YouTube каналыма қош келдіңіз. Арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Бүгін сіздерге ер азаматтарыңызды жігерлендіретін 5 техниканы айтатын боламын. Бәрі үшін рахмет саған. Ешқашан сенен жамандық көрдім, сен маған не жақсылық жасап едің деген сөздерді айтпаңыз. Өйткені ер азаматтың жаныңызда жүргенінің өзі сізге үлкен тіреу. Адамның жаратылысы сондай, ол жақсылыққа қарағанда жаман нәрсені көп байқайды. Бірақ бір сәт ойланып көріңізші, сіз сүйген жанның махаббатының өзі неге тұрады? Сен азаматсың, сенің айтқаның дұрыс. Ер адамның сөзі кез келген мәселенің нүктесін қойса, азаматтың өз-өзіне деген сенімділігі ұлғая түседі. Егер ол айтқан кеңес кәдеңізге жараса, оны міндетті түрде айтыңыз. Сенің арқанда мына мәселем оң шешімін тапты. Сен айтқандай істеп едім, дұрыс жасаппын дегенді айтқаныңыз жөн. Егер оның сөзі мен сіздің сөзіңіз бір жерден шықпаса, аптықпаңыз. Оның да жөнді шешімі бар. Сенің айтып отырғаның дұрыс қой, бірақ деп басталған әңгімеңіз оған жақсы әсер етпек. Сенің қолыңнан келеді. Ер адам сезімін, көңіл күйін үнемі ішінде жасырады. Көп сөйлемейді. Ішінде не жатқанын білмейсің. Оған жиі-жиі сенің қолыңнан келеді, сен жетістікке жетесің деп демеу беріп отырсаңыз, кез келген қиындығы жеңілдей түспек. Маған сенің ақылың керек. Бұлай айту арқылы сіз оның пікірінің құнды екенін көрсетесіз. Ол өз кезегінде сізге бұрыс жол сілтемейтіні анық. Көп қыздың қателігі сол. Менің айтқаным дұрыс, мен не десем сол болуы керек деген оймен жігіттің кеудесінен басады. Бұл жігіт пен қыздың арасына салқындық салатынын ұмытпаңыз. Сенімен бірге бақыттымын. Жақсы сөздер айтып, ер азаматтың еңсесін көтеріп жүрсеңіз, ол да сіздің қолдауыңызды сезетін болады. Ал үнемі қабағыңызды шытып, бір нәрсеге көңіліңіз толмаса, оған қатты сөздер айтумен болсаңыз, ол да тағы не айтып қалар екен деп төменшіктеп жүреді. Сондықтан атам қазақ, жаман әйел жақсы еркекті көрге сүйрейді, жақсы әйел жаман еркекті төрге сүйрейді деп айтып кеткен.